Сәлем барлықтарыңызға, қайырлы кеш. Менің даусым жақсы естіліп тұрған болса, айтып жіберіңіздер. Бірінші техникалық жағдай тексеріп алайық, сосын эфирді бастаймыз. Сәлеметсіздер ме? Даусым естіліп тұр ма жақсы? Эфир не жайлы болмақ дейді. Рахмет, жағдайымды сұрап жатыр, қалыңыз қалай дейді. Эфир жалпы ұбт-ға дайындық, мамандық таңдау жайлы болады. Алдын біз жариялағандай, осы жерде көріп отырған оқушылардың арасынан тікелей сөйлесіп, соларға ақыл кеңес беруге тырысамыз. Таңдауы туралы сөйлесеміз жалпы айтқан кезде. Онда қазір бірер минут күте тұрайық, оқушылар келгенше. Одан кейін мен жалпы дайындық жайлы шамалы айтып өтейін. Одан кейін осы көрермендердің арасынан кейбір оқушылармен не жасаймыз? Тікелей эфирде сөйлесеміз. Қатып жатыр дейді. Менде барлығы жақсы. Ол сіздерде интернет слабыйлау болып тұрған шығар, сол үшін қатып жатқан болуы мүмкін. Жақсы. Жалпы айтап өтейін, онда сіздерге бірінші ұбт-ға дайындыққа байланысты бізде көптеген оқушылар сұрайды, қалай дайындалам, қалай үйренем дейді. Или кейбіреулер әлі дайындық бастамаған болуы мүмкін. 10 жыл бойы ешнәрсе қатты оқымаған, 11 жасқа келіп дайындалам дейді. Енді оларды біз кінәламаймыз. Жалпы айтқан кезде, жалпы қазір үйренетін болса, қалай үйрену керек, не істеу керек, сол жайлы айтатын боламын. Жақсы. Одан кейін жаңағы айтып өткендей, сіздердің араларыңыздағы оқушылармен тікелей эфирде сөйлесіп, солармен бірге мамандық таңдау жайлы сөйлесетін боламыз. Одан кейін сұрақтарыңыз болса тағы жауап бере жатармын. Жалпы айтатын болсақ, біз биыл енді Абай жылы, Абайдың осы білім үйренуге байланысты не айтқан, соны қарап өтейік. Бізде 32-ші қара сөзінде Абайдың, мен тікелей оқып берейін мына жерден сіздерге не деген бір бөлігін осы үйренуге байланысты. 32-ші сөздің бір бөлігінде айтады: білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде дейді. Яғни біз білім үйренгіміз келсе, бір нәрсе үйренгіміз келетін болса, екі қаруымыз бар екен. Ол қандай қарулар? Бірі мүләхаза қылу, екіншісі берік мұхафаза қылу дейді. Ол не деген? Енді сәл қиындау болуы мүмкін, мен түсіндіріп өтемді бұның не екенін. Біріншісі мүләхаза қылу деген, мүләхаза дегеніміз ол талқылау деген сөз. Яғни бұл жерде білім үйренген кезде былай демейді, сабақ тек қана тыңдап отыр, немесе видео сабақтарды көріп алсаң болды, түсініп аласың, ғылым білімді алып аласың деген сияқты нәрсе емес. Мүләхаза дейді. Мүләхаза деген ол талқылау. Яғни тек қана мұғалімнің айтқан тыңдау емес, мұғалім мен оқушы екеуі қатар отырып талқылау керек бірге. Мұғалім түсіндіреді, сұрақ қояды, сұраққа жауап береді, оқушы сұрақ қояды, мұғалім жауап береді, кейбірінде есептерді шығарып көрсетеді, мұғалім қателескен жерін көрсетеді деген сияқты. Бұл талқылау. Немесе өздеріңіздің ұбт-ға дайындық топтарыңыз болуы мүмкін, кішігірім 2-3 қыз болып, немесе 2-3 бала болып дайындалып жатқан болуы мүмкін. Бір-бірлеріңізден кейбір есептердің қалай шығарылуы керек екені туралы сұрақ сұрауыңыз мүмкін. Біреу білмеген жеріне екіншісі жауап беруі мүмкін. Жалпы айтқан кезде бұны талқылау дейді да. Сол мәселелер талқылаған кезде талқылау керек дейді. Немесе тарихқа байланысты, мысалға бір бөлігін бір оқушы оқып алды, екінші бөлігін екінші оқушы оқыды. Екеуі бір-біріне оқыған жерлерін түсіндіру. Солайынан бір-бірімен талқылай отырып естіген кезде, немесе біз ұбт-ға дайындалған кезде
тест сұрақтарын бір-бірінен сұрау бар. Мысалға, бір оқушы сұрап отырады, ана жауап береді, одан кейін мынау сұрайды, екіншісі жауап береді деген сияқты. Осылайынан талқылау болған кезде ғылым білімді үйренуге керек қажетті екі қару бар деген абай. Соның біреуі мүлахаза, ол яғни талқылау арқылы үйрену. Екіншісі мұхафаза қылу. Мұхафаза деген мағынасы қорғау немесе есте сақтау деген мағына келеді. Яғни жаттау. Бізде көбінесе ой, мынау жаттап алған түк білмейді деген сияқты қылуы мүмкін, бірақ үйрену процесі міндетті түрде жаттаудан өтеді. Жаттаусыз үйрене алмайсыз. Яғни кез келген үйрену процесі жаттау арқылы болады да. Яғни бұл жерде түсініп жаттау деген бар, түсінбей жаттау деген бөлек нәрсе әрине. Мысалға, бір түсініксіз сөздерді жаттап алған болсаң, құр не мағына береді, не істейтін, ол қатты пайдасы болмауы мүмкін. Бір әрине түсініп жаттаған болатын болсаң, оның сізге үлкен пайдасы бар, и міндетті түрде жаттау керексің да. Немесе кейбір жаттауға арналған сұрақтар бар өзі. Ол жаңағы жылдар дейік, атаулар деген сияқты нәрселер кейбір сабақтарда бұл міндетті түрде жаттайсыз. Немесе кейбір ережелер, формулалар міндетті түрде. Бірақ қалай жаттайтыныңыз да маңызды да. Яғни мысалға, формулаларды құр жаттап алу емес, есеп шығарып отырып арқылы жаттайтын болсаңыз, ол сізде әлдеқайда есіңізде жақсы қалады. Сонымен абай не айтқан? 32-ші сөзде екі қару бар деген ғылым білім үйренуге. Біреуі мүлахаза, яғни талқылау арқылы үйрену, екіншісі мұхафаза, ол жаттау арқылы. Яғни жаттайсыз да. Осы екеуі болған кезде сіз ғылым білімді аласыз дейді. Яғни мен де сіздерге айтарым, сіз ұбт-ға дайындалатын кезде біріншісі ол талқылау арқылы, екіншісі жаттау арқылы үйренесіз. Енді тағы да осы абайдың 31-ші сөзінде осы естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар дейді. Яғни қалай жақсы жаттап аламыз, қалай ұмытпауға болады. Жаңа айтып отыр ғой, екі қарудың біреуі талқылау, біреуі жаттау дедік. Енді жаттау болатын болса, есте сақтау болатын болса, осы есте ұмытпай қалай сақтауға болады, оны да түсіндіріп өткен да. Оны да айтып өтейік. Біріншісі дейді, әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Яғни біздің жаттаймыз деген немесе үйренеміз деген нәрсеге берік болу керек та. Мысалға айтып, или мысалы орысша айтқан кезде ол настоятельный деген сияқты да, сол нәрсеге берік болу керек. Мен бұл нәрсені жаттамай тұрмаймын, или мына бүгінгі тапсырманы бітірмей тұрмаймын деген сияқты. Бізде жаңағы телефонда арасында шұқылап кетіп, немесе досымыз хабарласып қалса соған жауап беріп кетіп, или шақырып қалса кеттім деп кетіп қалу емес. Жоқ, мен мынаны бітірем, телефонды өшіріп тастаймын, барлығын болған соң ғана барып басқа шаруаларын бітірем деген сияқты. Сол нәрседе берік болу да. Немесе кейбір методикалар қолдануға болады. Мысалға айтайық, мен осы нәрсені жасағаннан кейін өзіме сыйлық сыйлаймын деген сияқты. То есть осы ұстанымға берік болу керек. Мен міндетті түрде үйренемін, міндетті түрде жаттаймын деген сияқты. Немесе жаза жағы, бұл сыйлық беру жағы бар, жаза өз-өзіңізге жаза беруге де болады да. Мысалға айтайық, мен өзім жақсы көретін, допустим, сериал бар дейді да. Мен мына тапсырманы бітірмейінше сериалды қарамаймын, жаңа серия шыққан дейді, қарамаймын дейсіз, мысалға ютубтан. Или тағы сол сияқты өзіңізге жағымды нәрсені, үй жұмысын, или жаңағы жасау керек тапсырмаңыз, жаттау керек нәрсені, үйрену керек нәрсені үйренбейінше мынаны жасамаймын деген сияқты нәрсені қоюға болады. Сол сияқты немесе жаңа телефонға қарамаймын деген сияқты, яғни настоятельный болу керек, берік болу керек біріншісі. Екінші нәрсе, естігенде я көргенде ғибратлану керек дейді. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек дейді. Ол не деген сөз? Яғни ғибратлану деген сөз, ол бір жағынан мағынасын түсіну керек деген сөз. Ойлану керек, сол бұл нәрсе не үшін керек? Мысалға, бір нәрсемен байланыстыру керек, пайдасын түсіну керек, қолданатын жерін түсіну керек. Мысалға айтайық, интеграл шығарып жатсыздар, интеграл есеп. Не үшін қолданып жатқанын белгісіз, қандай формула қай жерде керек, тоже қатты түсінбейсіздер, и ол есте сақтау да қиын да. Сол үшін бұны түсіну керек дейді да. Қай жерде қолдануға болады, сол кезде жақсы есіңізде қалады. Мысалға айтайық, интеграл деген сөз, мен енді өзім математик болғандықтан математикаға байланысты айтып бере аламын. Интеграл деген сөздің бір мағынасы ол аудан есептеу. Яғни аудан есептеуге арналған да ұбт-да есептер бар интегралға байланысты. Ол интегралдың мағынасы сол аудан бір жағынан. Немесе көлем есептеуге де болады, көлем десек те болады да. Яғни мысалға айтайық, бізге бір фигура бар дейік, мысалы мына стакан дейік та. Бұл былай қарасақ бір қиық конусқа ұқсас, оның формуласы белгілі. Қиық конусты есептеу үшін формуласын қоямыз да есептейміз. Бірақ біздің өмірде, дүниеде барлық нәрселер осы дайын формуладағындай фигураға сәйкес келмейді.
кейбір фигуралар бар, мүлдем фигурасы белгісіз қандай. Мысалға айтайық, білмеймін, мынау сияқты дейік та, түсініксіздеу қалай екен, арнайы формуламен шықпайды. Ондай оның көлемін есептеу үшін мысалы интеграл қолданады. Сол сияқты қай жерде қолданатын, не мағына беретінін түсінетін болсақ, біз жаттау оңайырақ болады бұл нәрселерді. Яғни бұл нәрседен бір ғибрат алу, бір нәрсе үйрену содан. Үшіншісі дейді, сол нәрсенің ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек дейді. Яғни қайта-қайта еске түсіріп тұру керек сол нәрсені, үйренген нәрсеңіз. Ол қазіргі заманда бізде уже ғылыми дәлелденген нәрсе. Бұны интервальное обучение дейді, немесе интервальное повторение деп айтады, жаңағыдай интервалды қайталау десек болады да. Яғни біз бүгін жаттаған нәрсемізді ертесіне бір қайталау керек, одан кейін тағы бір периодтан кейін қайталап, одан кейін тағы бір периодтан кейін қайталап тұру керек. Қайталайық бірнеше күн қайтара қайталағаннан кейін бұл нәрсе біздің есімізден, миымыздан шықпайтындай болып жатталып қалады жалпы айтқан кезде. Одан кейін төртіншісі, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек дейді. Ой кеселі деген не ол бізде? Ой кеселі, мысалға айтайық, Инстаграмда, ТикТокта ашық жалаңаш киінген адамдар немесе сондай ұятсыз нәрселерді қарайтын болсаң, бұл ой кеселі болып саналады да. Бұл нәрселер адамның памятін нашарлатады, есте сақтау қабілетін, есте сақтай алмайтын болай бастайды адам. Сол үшін ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Жалпы айтқан кезде қайтадан қайталап өтейін, баста айтып енді қосылып жатқандарға, бұл қысқаша түрде жұрттар қосылам дегенше мен жаңа ұбт-ға қалай дайындалу керек туралы Абай не айтқан, соны айтып өтіп жатырмын. Абай бізге 32-ші қара сөзінде ғылым білімді үйрену үшін екі қару бар деген, біреуі мүлахаза, екіншісі мұхафаза деген. Мүлахаза деген талқылау арқылы үйрену, екіншісі мұхафаза есте сақтау, яғни жаттау арқылы үйрену. Сосын тағы да 31-ші сөзде естіген нәрсені ұмытпас үшін 4 нәрсе бар деген, оны да айтып өттім жалпы айтқан кезде. Енді жалпы айтатын болсақ, қазір енді бізге эфирге қосылғысы келетін оқушылар болатын болса, солармен біз мамандық жайлы талқыласақ болады. Өздерінің бұл жерде міндетті түрде мен қандай мамандық таңдайын деп жатқанын білмеймін, не істесем болады деген емес. Кейбіреулер болуы мүмкін өзі таңдау жасап қойған, басқа оқушылармен өз қалай таңдады соны бөліскісі келетін болса, ол туралы да айтса болады. Немесе кейбір мамандық туралы білгісі келетін болса, ол туралы да сөйлессек болады. Жалпы айтқан кезде қосылғысы келетіндерді көрейік. Мен қазір эфирде отырғандардың кейбіреуіне жіберем запрос. Немесе кім қосылғысы келеді, өздері запрос жіберсе де болады да маған. Мен олардың несін қабылдап бірге талқылайтын боламыз. Пока әзірге ешкім қосылмай жатыр. Кім қосылғысы келеді, бірге талқылайық. Міне бір оқушы қосылды бірге. Бірақ өкінішке орай интернеті нашарлау ма, қосыла алмай жатыр. Егер қосылатын болсаңыздар, сіздер жақта интернеттің жақсы болғаны дұрыс. Өйткені қазір қосылып жатқан оқушының интернеті қосылмай жатыр. Өкінішке орай. Басқасын көрейік. Міне қазір тағы да бір жөнемен қосылып жатыр. Қорқатын, ұялатын еш нәрсе жоқ. Бірге ашық отырып талқылаймыз. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге тырысамын тікелей эфирде. Өздеріңіздің бөліскілеріңіз келген нәрселер болатын болса, мамандық таңдауға байланысты қосылып
тікелей эфирге бөлісіңіздер. Қарап отырмын, бірақ ешкім қосыла алмай жатыр пока. Тағы да жібердім, міне запрос бір неге. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба ағай? Менің есімім Шұғыла болады. Мен 10-шы класста оқимын. Мен қазіргі таңда өзімнің мамандығымда нақтылап қойдым. Мен математика пәні мұғалімі болғым келеді. Сізге қоятын сұрағым, осы математика пәнін жақсы оқытатын қандай университеттерді ұсынатын едіңіз? Жақсы, былай айтсақ болады. Енді менің ойым болуы мүмкін, мысалға тағы басқа бір адамнан сұрасаңыз, ол кісінің ойы басқаша болуы мүмкін да. Сондықтан бір субъективті әр адамның ойы емес, шын мәнінде мысалға қазіргі мемлекеттің жүргізген рейтингі бойынша қай университеттер жақсы, соны қарап көрейік. Оны біздің жаңа приложениеден көрсеңіз болады. Оның негізгі бөлімде мысалға математика, физика деп таңдап, ол жерден математика мұғалімдігін таңдаймыз да, мамандықтар тобы деген ішінде. Қазір мен сізге айтамын, сол жерден қарап. Математика мұғалімдерін даярлау деген ішінде университеттер бөліміне кірсек, бірінші кезекте Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, тем более мысалы қыз бала үшін сол қыздар университетінде мұғалімдік мамандықтарға арнайы жақсы нәрселер бөлінген. Мысалы үшін жалпы мемлекетте ол стипендиясы жоғары 42 000 теңге мұғалімдік мамандыққа. Одан бөлек қыздар университетінде, қыздар педагогикалық университетінде арнайы 3 мезгіл тамақ беріледі. Ол басқа университеттерде олай емес та. Егер тамағын жемеймін, үйден жеймін дейтін болсаңыз, сол тамақтың ақшасын сізге береді. Мысалы 40 000 теңгедей болады примерно. Яғни 42 000 теңге сізде мына жақта бір 42 000 бар. Плюс 40 000 теңгедей тағы тамаққа береді. 80 000 теңге. Яғни мысалы айтақ, кейбір ауылдағы, білмеймін, тағы бір жерлердегі адамдардың айлығы сияқты немесе үлкен бір стипендия болады, жалпы айтқан кезде өзіңіздің жүріп тұруыңызға өте жақсы. Одан бөлек енді көптеген ішінде қыздарға арналған үйірмелері бар, практика өтуге арналған жақсы мүмкіндіктері бар. Қыздар университетін, қыздар педагогикалық университетін ұсынар едім. Жалпы айтқан кезде одан бөлек Сулейман Демирел атындағы университетте математика мұғалімдігі бар. Сол жақта да жақсы. Және мысалға Әл-Фараби атындағы мұғалімдігі емес, ол жерде ғылыми математика бар Әл-Фарабиде, Казгуда. Сол жақ болуы мүмкін. Енді мен сізден сұрақ сұрайын. Сіз мамандығыңызды қалай таңдадыңыз, қалай шешім қабылдап қойдыңыз? Мысалы, ертең өзгертіп жібермейсіз ба? Жоқ, мен ертең экономист болғым келіп кетті деп. Жоқ, мен кішкентай кезімнен осы математика пәніне қызығушылығым бар да. Және менің мамам математика пәні мұғалімі. Мен де сол мамам секілді мықты математик болғым келеді. Мен мамамнан да артық біліп, енді мамамның үмітін ақтағым келеді. Жақсы, өте жақсы. Бірақ енді бір нәрсе айтайын жалпы. Енді сіздің таңдауыңызды жалпы құрметтеймін. Мынаны түсіну керек. Біз көбінесе оқушылар да, ата-аналар да мамандық таңдаған кезде көбінесе білетін атақты мамандықтарды таңдайды. Ол қалай атақты дегенде? Мысалға, мамаңыз математика мұғалім болған үшін күнде көріп жүрсіз да соны. Сол үшін соған қызығып еліктеуіңіз мүмкін. Бірақ сіздің қабілетіңіз басқа мамандықтарға да сәйкес келуі мүмкін. Бірақ одан сіздің хабарыңыз жоқ дейді. Мысалы, білмейсіз ол мамандық туралы. Ол қандай мамандық екенін де білмейсіз. Сол үшін ол туралы таңдау жасамайсыз да. Көп оқушы сол тек қана білетін 10-15 мамандық бар, соның ішінен біреуін таңдайды. Өйткені неге? Басқаларын білмейді да, просто хабар жоқ. Не болып жатқан, не қандай мамандық. Может, сіздің сол басқа нәрсеге де қабілетіңіз болуы мүмкін. Сондықтан мамандық туралы көбірек зерттеу керек. Әртүрлі мамандықтарды, қандай мамандық бар. Мысалы айтайық, сіздің математикаға қабілетіңіз болса, математика мұғалімдігінен басқа менің сол қабілетімді жақсы қолдана алатын қандай салалар бар, соны зерттеп көру керек. Мысалға айтайық, математика және статистика деген мамандық бар дейді. Математика және статистика деген мамандық, ол мысалға банк саласында жұмыс жасай аласыз, жалпы айтқан кезде. Жаңағы статистикалық мәліметтермен, егер математикаға жүйрік болсаңыз да. Одан бөлек МКМ деген мамандық бар. Мысалға математикалық компьютерлік модельдеу деген. Ол ақпараттық технологиялар, яғни IT саласының ішіне кіреді. Соның ішіндегі математикалық компьютерлік модельдеу деген. Яғни сіз математикаға жақын болсаңыз, оны да таңдауға болады. Ол қыздарда, ол салаларда жұмыс жасайды, яғни жалпы айтқан кезде әртүрлі нелер бар. Мен сізге ұсынарым жалпы зерттеп көру керек. Мынау қандай мамандық екен, оны бітірсем, қай жерде жұмыс жасаймын,
қай салаларда жұмыс жасаймын, айлығы қандай болады деген сияқты барлығын зерттеп көру. Бірақ әрине мұғалімдік өте ұлы сала, ұлы мамандық десек болады. Өйткені ол тек өзінің қамын емес, басқаларды ойлайтын мамандық, жалпы. Мен мұғалімдік таңдама деп айтып жатқан жоқпын. Жалпы басқаларға да бір нәрсе үйрету үшін, басқаларға да түсіндіру үшін айтып жатқаным, тек қана бір нені ғана, мысалы математика маман мұғалім соны көріп жүрген үшін ғана емес, әртүрлі саланы қарап зерттеп көру керек. Мүмкін сіздің сол қабілетіңіз сәйкес келетін басқа салалар да бар. Соны айтқым келген. Мысалға айтайық. Ол мамандықтар бір нәрсе, сіздің қанша балл жететінін білесіз ба? Сіз қанша балл алу керексіз математика мұғалім болу үшін? 110-нан аса шығар. Мен бір қызық нәрсе айтайын. Математика, физика ғой сіздің бейіндік пәніңіз, білесіз ғой оны? Математика, физика, бейіндік пәндері бойынша ең көп проходной керек грантқа, ол математика мұғалімдігі. Яғни математика, физика таңдағандардың ішінде 107 балл да, математика мұғалімдігіне түсу үшін 107 балл, ол математика, физиканың ішінде ең жоғарғысы. Яғни ең конкурс жоғарғысы сол. Білесіз ғой оны? Жалпы айтқан кезде ол мәліметтерді білуде маңызды, алдын ала қандай бейіндік пәндер қандай, проходной қандай, қанша грант бөлінеді жыл сайын деген сияқты. Өйткені соған қарай дайындалу керек. Мысалға өткен жыл 107 болған болса, мен кемінде 110, 115, 120-ға дайындалу керекпін деп та. Сізге бір сұрақ қойсам, жаңа сіз айттыңыз ғой, 15-тен көп, тіпті 100-ден астам мамандықтар бар деп. Мен Google-дан іздестіріп көрдім, бірақ нақты айтылатын, бүйтіп ашылып айтылған нәрсе жоқ та. Дұрыс айтасыз. Сол үшін де біздің осы JoKZ деген Instagram парақшаның аты бар ғой, сол сияқты Play Market'ке немесе App Store'ға кіріп JoKZ деп жазсаңыз, біздің приложение бар. Соның ішінде ол приложение тегін. Физика, математика деп таңдайсаңыз, сол физика, математикаға сәйкес келетін барлық мамандықтар тобы бар. Оның ішінде біз қысқаша ақпарат беруге тырыстық. Қандай мамандық, проходной қандай деген сияқты. Одан бөлек біз әр мамандыққа байланысты осы Инстаграмда да, ТикТокта да, Ютубта да видеолар шығарып тұруға тырысып жатырмыз қазір. Әртүрлі Ютубта әсіресе сәл 10 минуттық видеолар шығарып жатырмыз қазір. Енді ол барлығын бірден қамти алмаймыз, кезекпен кезек шығарып жатырмыз. Соның ішінде сізге ұнайтын мамандықтар да болуы мүмкін. Әрине жаңа сіз айтып отқан сияқты кейбір мағлұматтарды тікелей сразу таба алмауыңыз мүмкін. Сол үшін дұрыс іздей алу, дұрыс ақпаратты таба алу да маңызды. Немесе жаңағы айтқандай бізге мысалға дайректке жазсаңыз болады, приложениеде біздің жаңа посттарымыздың астында сұрақтар қойсаңыз болады. Біз барлығына жауап беруге тырысамыз, қолымыз үлгергенімізше. Сол жалпы айтқан кезде білгіңіз келген мамандықтар алып тағы зерттеңіз. Рахмет сізге қосылғаныңызға, өзіңіздің мамандығыңызбен бөліскеніңізге. Келесі біздің немізді күтеміз, кім қосылатын. Рахмет сізге. Енді мысалға тағы басқа саладан қандай тағы талапкер бар, оқушы бар, мен қосылам деген көрейік, қосайық. Мені қоса аласыз ба дейді. Бір запрос жіберу керек сіздерді қосу үшін. Сіздерді қосу үшін сіздер маған запрос жіберсеңіздер, мен сіздерді қосамын. Міне мені қабылдайсыз ба өтініш дейді, қабылдап жатырмын, қосылыңыз.
Мына өкінішке орай қабылдайсыздар ма деп жібересіздер да, сосын қабылдамай қойып жатсыздар. Ой, қазір 1 минут. Мына жаңа жігіт Сансызбаев деген кісі оқушымен қосылайық. Сәлем, есіміңіз кім болады? Атым Айбат, атымдан 11 сынып оқимын. Атыңыз кім, естілмей қалды? Айбат. Айдын? Дауыс естілмей тұр. Айдын, сіздің интернетіңіз сәл нашарлау деймін, дұрыс дауысыңыз естілмей жатыр. Анық көрініп тұр ма? Анық емес. Айта беріңіз. Атыңыз кім қайтадан? Атым Айбат, Атыраудан. Жақсы, Айбат. 11 сынып оқимын. Керемет, Атыраудансыз. Қандай мамандық таңдап жатсыз? Филология таңдап отырмын. Қандай филология? Қай қазақ тілі әдебиеті ме таңдап жатқаныңыз? Қазақ тілі әдебиеті. Жалпы ол қашан бұл шешімге келдіңіз? Сіз қашан таңдадыңыз? Бұрыннан бері таңдап жатсыз ба? Қалай болды? Қалай 11 сынып басталды, солай таңдадым. Жалпы басында журналистика болды. Сосын оған кішкене қатты тәуекел керек болды, ол творчество болған. Сосын филология таңдадым. Қазір енді сол филология. Енді филологияны оны не үшін таңдадыңыз сіз? Бір кім ықпал етті сізге? Не үшін таңдадыңыз? Кім ықпал етті? Екеуінің бәрі соған келіп тұр. Дауысыңыз естілмеді. Жақсы. Былай айтып, қараңыз. Қазақ тілі әдебиеті таңдағандарға бізде өзі мамандықтар тобы көп емес. Біз жаңағы білім беру тобы дейміз ғой. Ол өзі үшеу-ақ. Біреуі филология, екіншісі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау, үшіншісі кітапханасы, ақпаратты өңдеу және мұрағат ісі деген. Сол 4 мамандық бар, 3 мамандық бар, 3 мамандықтар тобы десек болады. Сол жалпы айтқан кезде бұл жерде енді жалпы көбісі бүйтіп шатастырып жатады. Жаңағы сіз айтқан сияқты журналист болу үшін қазақ тілі әдебиетін таңдау керек па деген сияқты да. Негізінде сол журналистика саласына түсу үшін шығармашылық таңдау керек, сіз айтып отқаныңыз дұрыс та. Бірақ филология оқысаң или басқа қазақ тілі әдебиетімен түскен мамандық оқысаң, журналист бола алмайсыз деген сөз емес. Жалпы журналистиканы ұнататын болсаңыз, басқа салада жүріп те журналист бола аласыз. Мысалға, шетелдік оқуларда көбінесе шетелде бір саланың маманы қосымша журналист болып кетуі мүмкін да. Мысалға айтайық, спорт саласындағы жұмыс жасап жүрген адам спорт саласында журналист те болуы мүмкін да кейін. Жалпы айтқан, егер тілге неге шеберлігі болатын болса, спорт журналисті болуы мүмкін. Мысалға айтайық, сіз қаржы саласында жақсы маман болсаңыз, мүмкін қаржы және тіл жағынан шеберлігіңіз болатын болса, қаржы саласында мақала жазып, қаржы саласында журналист те болуыңыз мүмкін да. Сол салада аналитика жасайтын да, жалпы айтқан кезде. Сол сияқты журналистиканың түрі бар да, әртүрлісі. Егер филология оқысаңыз да журналист боласыз. Оған мен жақсы мысалдар айта аламын. Мысалға бізде қазір жақсы атақты көзге көрініп жүрген журналистердің бірі Ерболат Мұхамеджан деген бар. Шатаспасам, ол кісінің мамандығы журналистика емес мысалға. Сол сияқты әртүрлі кейбір бізде қазір атақты жақсы жұмыс жасап жүрген журналист мамандар бар. Өздерінің негізгі мамандығы журналист емес, кейін журналист болғанда бірақ. Яғни сіз жаңағы жазу қабілетіңіз, сөйлеу қабілетіңіз, өзіңіздің ойыңызды жеткізу қабілетіңізді жақсы дамытатын болсаңыз, әбден мүмкінсіз жаңағы журналист болуыңызға. Ол үшін жаңағы филология
немесе мүмкін жаңағы айтқандай филология саласын жақсы көріп, мүмкін сол салада жақсы маман боларсыз. Мүмкін сол жалпы. Енді мен сізден сұрайтыным, сіз сол филологияға грантқа қанша балл жеткілікті екенін білесіз ба? Білем, иә. Қанша? Мен алдыңғы 2020-ның несі бар, тізімі болды, онда 123 болды. Қазір 2019-дікі ол. 2019-да 123 болды. 2020-да 113 болған ең шекті. Иә, Барабар 113. Иә. Ол барабар түсіп жатқан жоқ. Ол биыл более честно болды да, бұты. Көшіру фактілер өте аз болды. Өсіп кетуі мүмкін. Иә, ол өсуі мүмкін әрине. Енді ұбт-ны сіз былай деп қарамаңыз. Бітті, мен осыған түссем ғана журналист бола аламын деп қарау дұрыс емес та. Сіз өзіңіз ұбт-ға тіпті қатысы жоқ десек болады, сіздің журналист болуыңызда. Журналист болуыңыз тікелей өзіңізді қалай дамытасыз соған байланысты. Мысалға, көбірек жаңағы әртүрлі әдебиеттер оқу керек сізге, көбірек жаңағы жазып машықтану керек. Мысалға, ол Facebook, Instagram сияқты нелерде бір сала бойынша пост жазып үйренсеңіз болады. Ол да бір не да. Былайша пост дегеніңіз мақала ғой, кішігірім, сосын кейін ұзағырақ мақалалар, немесе өзіңіздің белгілі бір жағы білмеймін ғой, бір салада солайынан өзіңіз дамытып істейтін болсаңыз, немесе журналист болу үшін тек қана жазу емес, жақсы сөйлеу, жақсы видео түсіре алатын болсаңыз, білмеймін ғой, бір өзекті мәселені жеткізе алатын болсаңыз жақсы, оларды да жасап көре беруге болады. Оған ешқандай шектеу жоқ. Яғни сіз журналистикалық қабілетіңізді қазірден жеме-жеме шыңдай беруге болады. Жақсы. Енді мен сізге о жерге статистикалық мәліметтерді біледі екенсіз. Таңдау тек қана филология дейтін болсаңыз, қиын болып қалуы мүмкін. Сол үшін қазақ тілі әдебиеті мұғалімдерін даярлау, сосын кітапханасы деген таңдаулар да бар. Сол қазақ тілі әдебиетін таңдайтын. Сол үшеуін таңдайсыз да, жалпы айтқан кезде. Ана журналистика болған кезде ол вообще не қиын еді. Көбінде біреу-ақ болып қалатын еді. Тек бір универ таңдап, еще андай балл одан сайын көп оны. Иә. Енді биыл сәл өзгеріс болуы мүмкін айтарым. Мысалға, ол әлі нақты шешім қабылданған жоқ. Бірақ сол шығармашылықты да бірнеше 3 рет тапсыру мүмкіндігін беру мүмкін. Белгісіз, бірақ оны қабылдайтын болса, может, журналистиканы таңдайсыз да, өйткені мысалы айтақ, журналистика Казгу, журналистика тағы бір жер деген сияқты 2-3 жерге тапсыруға мүмкіндік беру мүмкін биыл. Бірақ нақты шешім қабылданған жоқ. Ал ана тағы да универдің грантына ілікпей қалсаң, тағы да гранттар бар ма? Негізі басқа гранттар бар ғой, бірақ журналистикаға сәйкес келетін грант болмауы мүмкін. Мысалы, акиматский гранттар бар, бірақ олар журналистикаға бөлінбейді, көбінесе мұғалімдік мамандықтарға беріледі. Ауылдық квота бөлінген ба? Қазір көрсек болады. Неге? Филологияға ма? Филологияда, по-моему, ауыл квотасы жоқ, бірақ қазақ тілі әдебиеті мұғалімдерін даярлау дегенге бар да, ауыл квотасы. Жақсы, онда. Жақсы. Сәттілік сізге. Жақсы дайындалыңыз. Енді біз мысалға қазақ тілі әдебиетін таңдаған, математика, физика таңдаған оқушылармен естедік. Енді басқа да сала таңдаған оқушылармен сөйлесіп көрейік. Кім бар екен? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Аяжан ба сіздің есіміңіз? Аяжан, даусыңыз естілмей қалды. Мен биология химия таңдап жатырмын, қазіргі таңда. Сізге сұрағым осы биология химияның ұбт-дан пробный баллдарын қалай өсіруге болады? Сұрағыңыз жақсы естілмей қалды. Биология химиядан ұбт балын не дейсіз, естілмеді? Жоқ, пробныйді адамдар тапсырады, бірақ сол пробныйдің балын қалай өсіруге болады? Пробныйдың балын қалай өсіруге болады дейсіз ба? Иә.
кеңестеріңіз мысалы? Эфирдің басында айтып өткендей, бұл дайындық керек, жалпы айтқан кезде. Көбірек дайындалу керекпіз да. Әрине, ол тек қана құр дайындалу емес, жүйелі түрде дайындалу керек. Өйткені жүйелі түрде білім алмайтын болсақ, жүйелі түрде үйренбейтін болсақ, сіздің көптеген еңбегіңіз зая кеткен болуы мүмкін, көптеген еңбегіңіздің нәтижесі онша шықпауы мүмкін. Ол бірінші ескеретін нәрсе. Жүйелі дегенге, үйрену дегенге не кіреді? Үйрену дегеніміз тек қана отырып алып сабақ оқи беру деген сөз емес. Үйрену дегенге жалпы жүйелі үйрену деген. Ол сіздің тамақтануыңыз, ұйықтау режиміңіз, сосын сабақтарды бөліп оқу деген сияқты реті. Мысалға айтайық, тарих оқуатсыз, ол көбірек жаттауға байланысты, көбірек оқуға байланысты дейді, гуманитарлық сала. Сол тарих оқи беріп, 5 сағат тарих оқығанша ауыстырып оқысаңыз көбірек тиімді болады. Мысалға айтайық, тарих оқыдым, одан кейін математиканы есебін шығардым. Сосын қайтадан көбірек сөзбен жазылған биологияны оқыдым, сосын одан кейін химияның есептерін шығардым деген сияқты алмастырып отыратын болса, бұл кезде миыңыз шаршамайды. Өйткені әртүрлі жақтар жұмыс жасайды. Тарихтан ақпарат жаттауға бөлек жағы жұмыс жасайды, математиканы есеп шығару үшін бөлек жағы жұмыс жасайды. Және Тағы бір сұрағым бар сізге. 2020-да биологияның нақты балы 103 болыпты, ол 2020-да өсе ме, әлде сол күйінде қала ма? Қараңыз, бұл грантқа шекті бал деген нәрсе мемлекет бекітіп қойған өзгермейтін нәрсе емес. Бұл деген конкурс нәтижесінде белгілі болатын нәрсе. Мысалға 103 бал дедіңіз ба, сіз көрейін. Мысалға биология мұғалімдерін даярлау деген 91 болған. Жалпы медицинаға 103 болған. Мысалға сіз жалпы медицинаны айтып отырсыз деймін. Жалпы медицинаға мысалға айтайық, 2431 грант бөлінген, соған көп адам, 10 мың адам таласты дейді. Соның алғашқы 2431 адамын алады, жалпы айтқан кезде. Егер барлығы жақсы бал алып кеткен болса, бұл 103 бал көтеріліп кетеді. Егер барлығы да нашар алып кеткен болса, төмендеп кетеді. Конкурс дегеніміз сол. Яғни оқушылар тапсырған кезде көбісі қалай алады, соған қарай өзгереді. Бұл нақты бекітіп қойған 103-тен ассаң точно түсесің, аз болса точно түспей қаласың деген нәрсе жоқ. Ондай емес. Нақты бекітілмеген. Бұл ойнап тұратын нәрсе да, то есть конкурсқа байланысты. Түсініңіз ғой? Жалпы медицинада ауылдық квота бар. Ауылдық квотаны түсіндіре кетейін. Ауылдық квота деген кейбіреулер ойлайды, бал қосылады екен. Жоқ, бал қосылмайды. Ол дегеніміз конкурсы бөлек. Мысалға 2400 бір нәрсе грант дегеннің 70% тек ауыл мектебінен де қала мектебінен бәрі қатыса береді. Ал сосын 30%-на соның тек қана ауыл мектебінің оқушылары қатысады. Яғни ол кезде ауыл мектептерінің оқушылары ғана қатысқан конкурста шекті бал сәл төменірек болады, жалпы айтқан. Ал биология мұғалімі болу үшін биология сабақтасы ғылыммен керек пе? Биология мұғалім болу үшін не дейсіз, естілмей қалды? Биология мұғалім болу үшін жалпы медицинаны таңдай ма, или сабақтас ғылымдарды ма? Биология мұғалім болу үшін жалпы медицинаны таңдамайсыз. Жалпы медицинаны таңдасаңыз, дәрігер боласыз. Биология мұғалімі болу үшін биология мұғалімдерін даярлау деген таңдайсыз. Ал биология және сабақтас ғылымдар деген таңдасаңыз, биотехнология, генетика, генная инженерия деген сияқты мамандықтар бар. Сондай мамандықтар иесі болып шығасыз. Яғни ғылыми биология десек болады ол. Биология және сабақтас ғылымдар. Тағы бір сұрағым бар. Кей оқушылар универде сабақ бергісі келеді, оған бір грант бөліне ме, или сол қарастырыла ма? Қараңыз, универде сабақ беру үшін де биология мұғалімдерін даярлау дегенді бітірген болсаңыз, жалпы айтқан кезде. Бірақ универде сабақ беру үшін бакалавр дәрежесі жетпейді. Университеттен кейін магистратура бітіру керек жалпы. Магистратураны да бітіретін болсаңыз, универде сабақ бере берсеңіз болады. Бірақ университетте сабақ беру үшін тек қана педагогикалық мамандықтар емес, кейбір басқа мамандықтар бітіріп те мұғалім бола аласыз. Себебі университеттегі сабақтардың бәрі ол мектептегі сабақтар сияқты емес, сәл басқаша сабақтар да бар. Мысалға, жалпы медицинадан сабақ беретін мамандар, ол педагогиканы бітірген емес, медицина саласын бітірген мамандар болуы мүмкін. Немесе
экономика саласынан сабақ беретін мұғалім, экономика саласында жұмыс жасаған мұғалім адам болуы мүмкін да. Сол сияқты университетте сабақ беру үшін басқа саладан болса да сабақ бере аласыз. Рахмет. Мұғалім саласынан бөлек. Жақсы. Бізде математика, физика туралы сөйлестік. Қазақ тілі, қазақ әдебиеті, биология, химия туралы сұрақтарын сұрады. Тағы басқа қандай салалар бар? Кім қосылғысы келеді? Запрос жіберсін, мен қосамын. Запрос жіберіңіздер, қосайын. Аружан деген қызды қосылып жатыр қазір. Сәлеметсіз бе? Аружан, менің дауысым сізде қайталанып отыр. Менің дауысым сізде қайталанып. Иә. Ол үшін қасыңызда тағы басқа бір нәрсе болса, оны өшіріп тастаңыз. Басқа ештеңе жоқ. Жарайды, онда екі реттен тыңдап отырамыз. Сіз қандай мамандық таңдап жатсыз? Қай оқисыз? Мен менеджмент мамандығын таңдап отырмын, геомат. Жақсы. Оны қайсысы оқисыз? Мен 11-ші сынып оқимын. Қалай таңдау жасадыңыз? Мен жаздан бері, яғни осы мамандыққа ойым түсті, негізі алдыңғы жылдан бері десем де болады. Мысалға, менеджмент болмаса тағы не болуы мүмкін? Менеджмент болмаса, менеджмент және басқару, экономика, тағы. Енді жалпы былай айта кетейін, менеджмент деген кез келген салада қажетті мамандық. Себебі кез келген жұмыс орында басқару бар. Иә. Менеджмент деген ол басқару деген сөз. Бірақ мынаны ескерген дұрыс. Менеджер болу үшін тек қана менеджмент оқу шарт емес. Яғни сіз басқа саланы оқып та басқара аласыз да адамдар. Нақтырақ айта аласыз ба? Сол сияқты енді сіздің техникалық ақаудан дұрыс естілмей тұр ғой. Қайталанып жатыр. Нақтырақ айта аласыз ба? Сіз қалай қылсақ болады екен? Не үшін қайталанып? Мысалға, менеджмент деген былай істейік онда. Аружан, мен менеджмент туралы айтып өтем, сізді өшіріп қойып, жарай ма? Салаңыз. Жалпы Аружан деген қыз жаңағы менеджмент таңдап жатыр да. Енді менеджмент туралы айтатын болсақ, менеджер болу үшін, менеджмент деген өзі басқару деген сөз. Бірақ басшы болу үшін тек қана менеджмент бітіру шарт емес. Мысалға техникалық мамандық бітіріп, магистратураның менеджмент оқып алсаңыз да болуы мүмкін. Немесе басқа бір саланы тағы да оқып, менеджмент оқымасаңыз да менеджер болуға болады да. Енді менеджмент саласына жақын салалардың бірі, оның ішіне не кіреді? Сол мемлекеттік жергілікті басқару деген мамандық кіреді. Сол менеджменттің өзі кіреді, экономикасы сол салаға кіріп кетеді да. Немесе мысалға айтайық, маркетинг, қаржы, аудит деген сияқты салалардың бәрі соған жақын, соларды таңдасаңыз болады. Бірақ менеджмент грантқа шекті ұпай ең жоғары мат географияда. Әрине ол жақсы салалардың бірі, конкурс жоғары, бірақ оған жақын жаңағы мен ойымша басқа салаларды таңдасақ та болады. Жалпы айтқан кезде бүйтіп қарау керек. Жаңа менеджмент көбісі атақты болған үшін таңдауы мүмкін. Сол үшін
басқаларын да қарап көру керек. Мүмкін басқа салаға қабілетіңіз жақсырақ келеді да. Кейбіреулер математикамен бірге география оңайырақ деп таңдауы да мүмкін. Жалпы қосылатын оқушылар интернетіңіз, техникалық жағдайлардың жақсы болуын жақсылап қадағалаңыздар. Қайтадан басқа оқушылар жіберсін, бір оқушымен тағы сөйлесейік, сонымен кейбір оқушылардың сұрақтарына жауап беріп, одан кейін эфирімізді аяқтаймыз. Қазір бір оқушы қосылсын. Сіздер маған запрос жібермесеңіздер, мені қосыңызшы деп жазудың қажеті жоқ. Сіздер запрос жіберіңіздер, мен қабылдаймын. Міне, Лейла деген қызға несін қабылдадым, қазір қосылама көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Есіміңіз Лейла, я? Менің есімім Лейла. Сіз қандай мамандық таңдадыңыз? Мен дизайнерлікті таңдағалы жүрмін. Жақсы, шығармашылық, я, ол үшін? Иә. Сіз ол саланы қалай таңдадыңыз? Не үшін ондай шешім қабылдадыңыз? Менің ағам сол дизайнерлікте жазатын бар ғой, сонымен жұмыс істейді, соған қызығып, және де кейбір Тоқтай тұрыңыз, қандай дизайнерлік? Андай, жазатыншы, киімге жазу жазатын деген сияқты. Киімге? Иә, киімге жазу жазатын. Яғни сіз сән дизайны туралы айтасыз, я? Енді дизайнерліктің әр түрі бар ғой. Сол. Жоқ, сол сіздің не таңдап атқаныңыз дұрыс түсінсең, мен сізге дұрыс ұсыныс айта аламын да, сол. Мысалы айтайық, веб дизайн деген бар, графикалық дизайн деген бар. Қандай дизайн сол айтып атқаным? Графикалық дизайн деген оның ақпараттық технологиялар таңдау керек та. Мен өзім нақты білмеймін, бірақ сол ағаммен ақылдаса келе дизайнерлікті таңдаған, бірақ оның әртүрлі бар екенін білем. Оған әлі таңдамаппын. Жақсы. Онда бұлай қарай. Сіздің де мынау жаңғырық естіліп жатыр, сол үшін сізді өшіріп қойып, мен дизайнерлік туралы айтып өтейін, я? Қараңыз, Лейла деген қарындасымыз дизайнерлік таңдапты. Бұл да бірінші шыққан қыз сияқты. Ол бірінші математиканы мамасы арқылы таңдаған ғой. Бұл қызда ағасының айтуымен таңдаған, то есть сол қызығыпты соған. Яғни біз көбінесе жаңа айтып отқандай, көрген, өзіміздің жақындарымыздан көрген, сондай білетін мамандықтарымыз таңдаймыз. Яғни біздің қабілетіміз басқа салаларға да келуі мүмкін. Ол басқа салалар таңдамауымыздың бірінші несі бұл білмегендіктен. Сол үшін әртүрлі саланы зерттеп көріңіздер, қарап көріңіздер, я, түсінуге тырысыңыздар. Енді дизайнерлік туралы айтатын болсақ, дизайнер деген әртүрлі дизайн бола береді. Ол веб дизайн болатын болса, жаңағы UX, UI дизайн деген бар, жаңағы графикалық дизайн деген сияқты нәрселер бар. Олар ол ақпараттық технологияға кетеді. Яғни компьютер арқылы, мысалы, әдемі сурет салып, жаңағы неше түрлі нәрселерді фотошоппен, иллюстратор дейді, Corel Draw дейді, сондай сияқты программаларды қолданып бірдеңелер жасайтын болсаңыз, неше түрлі баннерлер, әдемі нелер жасайтын болсаңыз, бұл көбірек графикалық дизайнға кетеді, ол ақпараттық технологиялар саласы да. Ал сіз сән дизайны, жаңағы киім дизайны деген сияқты болатын болса, онда сән және дизайн деген сияқты мамандық бар, оған шығармашылық таңдалады. Ол шығармашылықта әрине сіздің осы шығармашылық қабілетіңіз тексереді, ол емтиханда ол сурет салу болуы мүмкін,
тағы соған байланысты соған ұқсас нәрселер болуы мүмкін. Енді мен суреттің маманы емеспін, бірақ сурет салуда да әртүрлі нәрселер бар, әртүрлі нәрсенің суретін салу бөлінеді өзі ішінде. Сол сияқты екі түрлі задание беруі мүмкін. Бірінші бір түрін, екінші бір нәрсенің суретін салу деген сияқты. Ол кезде сіздің сол қабілетіңізді қарайды сол жағынан. Немесе бұл туралы толығырақ білу үшін әрине біздің приложениеден қолданып, осы мамандық сән және дизайн деген жаңағы қай университеттерде бар екенін көріп, сол бойынша университеттерге хабарлассаңыз болады. Мен сізге мысалы ана жерден көріп айтып берейін, оның қанша грант бөлінді. Қазір сән, интерьер дизайн және өнеркәсіп дизайны деген мамандық бар. 190 грант бөлінген, 110 болған шекті балл. Ол қандай университеттерде бар? Мысалға сән, өнері, дизайн деген бізде 44 университетте бар дейді да, ол көп университетте бар екен, жалпы айтқан кезде. Мысалға атақты университеттердің біреуі Абай университетінде, Евразийскийде бар екен, Қарағандыда бар екен. Сол сияқты көп университеттерде бар, оның барлығы біздің приложениеден көрсеңіздер болады. Біздің эфиріміз басталғанына бір 50 минут болыпты. Мен енді мына жерге мені қосыңызшы деп жазбаңыздар енді. Мен басқа сұрақтар болса кейбір соларға жауап беруге тырысайын. Сонымен бүгінге эфирімізді аяқтаймыз. Мына жерде қарап тұрмын, ондай барлығы жаңа қосыңызшы деген нелер екен. Жалпы айтқан кезде бағанағы айтқан нәрсемді айтып өтейін. Жалпы біз Абай ұбт туралы, ұбт-ға дайындық туралы, жалпы білім, ғылым туралы не айтқан, соны айтуға тырыстық. Ол айтады, ғылым, білім үйренем деген адамға екі түрлі қару бар дейді. Біреуі ол мүлахаза дейді, ол дегеніміз талқылау арқылы үйрену. Екіншісі мұхафаза дейді, ол дегеніміз жаттау арқылы үйрену. Осы екі нәрсе болған кезде адам ғылым, білімді үйрене алады дейді, осы екі қару арқылы. Және үйренген нәрсені жаттап естен шығармаш үшін 4 нәрсе бар дейді. Оларды баста атап өттік. Мына жерде бір сұрағын қайтадан жауап беріп жіберейін. Менеджмент таңдама деп жатсыз ба дейді. Жоқ, менеджмент таңдама деп жатқан жоқпын. Мен просто әртүрлі салалар туралы, не істеуге болатын туралы айтып жатырмын, сіздерге ой қалдырып жатырмын да жалпы. Бірақ таңдауды өзіңіз жасайсыз. Менеджмент таңдасаңыз да жақсы сала. Жалпы айтқан кезде кейбіреулер сұрап жатады, жұмыс таба алмай қалам ба, қалай болады деген сияқты. Ол жұмыс тауып таба алмау, ол сіздің қаншалықты мықты мамансыз, соған байланысты да. Кез келген егер грант бөліп мемлекет осы салада бізге маман жетіспейді деп жатқан болса, демек жұмыс бар деген сөз. Бірақ сіз қандай мамансыз, соған байланысты. Өткен жылдары консультация берген кезімізде, кеңес берген кезде оқушыларға, кейбір оқушылар болады, маған мысалға ондай кейбір университеттерді айтасың, ондай қиын университеттер керек жоқ дейді да. Ол қалай қиын университет десем, қатты қинайды деген сияқты айтады. Біз қиындықтан қашатын болсақ, оқымайтын, просто так өтіп жүре беретін университетке баратын болсақ, әрине жақсы мама болып шықпаймыз, соңында просто диплом бар, жұмыссыз боламыз да. Ондай болмас үшін, наоборот, керісінше сіздерді жақсы оқытатын, жақсы мүмкіндіктер ашатын сондай университеттерді іздеу керек, сондай ортаға баруға тырысу керек. Жақсы, бүгін эфир сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Біз келесі апта тағы да эфир жасаймыз. Бұйырса, осы эфирді бір күнге сақтап қоям. Достарыңызбен бөлісіп, тыңдаңыздар, көріңіздер, сұрақтарыңыз болыңызша қойыңыздар, сұрақтарыңыз барлығына жауап беруге тырысам. Рахмет барлықтарыңызға.